Апамыздың баласы біреуге сеніп қарызға ақша берген. Белгілер мәселелерді орындаймын дегенге сенген. Сөйтіп күнде жазады, ақшаны қайтар, жоқ қайтармайды. Белгіленген уақытта ақшаны қайтармайды. Әбден шаршаған апамыз баласымен бірге бізге келді. Біз іске кірістік, қарадық, зерттедік. Басқа заңгерлерге жүгінген екен, мұндай жағдайда болмайды деп айтқан. Сосын біз алдық та құқықтық талап дайындап, сотқа дейінгі тәртіпте жұмыстар жүргіздік. Әлгі адамға бұл әрекеттің сенімге қиянат жасау, біреуді алдау екенін және ақшаны басынан бастап қайтармау ниетімен алған жағдайда бұл мәселе қылмыстық әрекетке алып келуі мүмкін екенін түсіндіріп, құқықтық талап жібердік. Нәтижесінде апамыз ақшасын алды, бізге ризашылығын білдірді, тәттілерін әкеп берді, бізді мәз қылды. Сөйтіп, бұл жерде қорытындылайтында не айтамын? Егер де біреуге қарызға ақша беріп, есеңіз кетіп қалып, ақшаңызды қайтара алмай, күнде ертеңнің перашкейін жеп жүрсеңіз, онда бізге жүгініңіздер. Біз сотқа дейін тәртіпте жұмыс жүргіземіз әуелі алла. Содан кейін егер онымен шешілмесе, онда сотқа жүгініп, табанына таспа тіліп, өндіретін әрекет жасап, сот орындаушыға тапсырамыз. Яғни сот орындаушыға тапсырып, шоттарын бәрін жауып тастап, тіпті оның правасына дейін тоқтап тастауға болады. Сол әрекеттерін бәрін жасау үшін алдымен сот шешімі керек. Сол үшін осындай әрекетке жол ашу үшін бірінші сотқа жүгіну керек, содан кейін сот орындаушыға жүгінеміз. Ал енді бұл қадамдарды бастау үшін бізге жүгініп, бізден кеңес алып, бізге тапсырыңыздар. Біз сіздердің жұмыстарыңызды мынау қылып бітіреміз, ақшаңызды қайтаруға барлық күшімізді саламыз. Сот орындаушыға тапсырып береміз.